Сәлем достар, сіздер Қазақ кино арнасындасыз. Бүгін мен сіздерге Париж астында атты өте қызықты фильмді назарларыңызға ұсынамын. Тынық мұхитының солтүстігінде бір топ зерттеуші теңіздегі қоқыс дағының теңіз тіршілігіне әсерін зерттеу үшін келеді. Олар бейне түсіріп жатқан кезде бір жыл бойы бақылап жүрген акуланың сигналы пайда болады. Ол өте тез жақындап келеді. Сондықтан 4 сүңгуір суға түсуге дайындалады. Біраз іздеген соң олар торға шырмалып қалған бала киттің өлі денесін табады. Бұл соңғы 3 аптада тапқан екінші киттері еді. Жақындап қарағанда, оның асқазаны пластикке толы екенін және денесінде тістің іздері барын байқайды. Кенет бір акула пайда болып, Кристің қасынан жүзіп өтеді. Бірақ оған тиіспейді. Крис бұл оларды іздеп жүрген акулалар емес екенін түсінеді. Демек, тағы да акулалар келе жатыр. Расында, көп ұзамай оларды жүйкесі тозғандай жүздеген акулалар қоршап алады. Камера арқылы бәрін көріп отырған Кристің әйелі София, бұл акулалардың бәрі ірі және ұрғашы екенін байқайды. Бірнеше секундтан кейін олар бақылап жүрген акула Лилит көрінеді. Команда қатты таңғалады. Өйткені 3 ай бұрын ол небәрі 2,5 метр болса, енді 7 метрге жеткен. Крис бұл тым қауіпті деп кетейік дейді. Бірақ София одан қан үлгісін алуды өтінеді. Қорққан Крис инесін салып көреді. Бұл Лилитті ашуландырады. Ол ашумен жүзіп кетеді. Ал сүңгуірлер судан шығуға шешім қабылдайды. Алайда Лилит оларды айнала өте жылдам жүзе бастайды. София камераны жоғалтып алады да, тек күйеуі мен командасының айқайлаған дауыстарын ғана естиді. Ашулы жыртқыш оларды өлтіріп жатқан еді. Үрейге бой алдырған София гарпун ұстап суға секіреді. Бірақ алдынан Кристің қолы жүзіп келе жатқанын көреді. Ол іздеуді жалғастырады. Көп ұзамай Лилитпен бетпе-бет келеді. Алғашында Лилит тыныш жүзіп келеді. Бірақ кенет Софияға шабуыл жасайды. София гарпунын атады. Лилит жараланып, ашуланып кетеді. Бірақ София оның қанатына ілінген торға шырмалып қалып, теңіздің тереңіне тартылады. Қысым құлағына әсер ете бастағанда, София пышағын шығарып, торды кесіп тастайды. Осылайша ол қайтадан бетке жүзіп шығады. 3 жыл өткен соң, Парижде 2 жігіт өзеннен магнитпен темір іздеп жүріп, бомба тауып алады. Полиция мен журналистер келеді. Бірақ бомба жарылмайтын, ескі екен анықталады. Офицер Оттель тілшілерге 2-ші дүниежүзілік соғыстан қалған мұндай бомбалар өзенде жиі табылатынын, бірақ еш қауіп төндірмегенін айтады. Ал София аквариумда жұмыс істеп жүр. Ол балаларға теңіз тіршілігін қорғаудың маңыздылығын түсіндірмек болады. Бірақ олар оны күлкі етеді. Топыңды акула жеп кетті ғой деп мазақтайды. Кінәмен қайғыға батып, София аквариумнан шығып кетеді. Сол сәтте оған Мика есімді қыз жақындап, Лилиттің трекері туралы айтады. Мика Софияны SOS атты мұхит қорғау ұйымына апарады. Команда мүшелері Софияның бұрынғы еңбегін жоғары бағалап, оның зерттеулерін акулаларды қорғау үшін пайдаланып жүргендерін айтады. София Миканың сүйіктісі Бенмен танысады. Ол компьютер арқылы Лилиттің орналасқан жерін көрсетеді. София таңғалып, мұндай мүмкін емес дейді, себебі оның серверлері қорғалған. Бірақ Бен бүгінде бәрін бұзу оңай екенін айтып, Лилит соңғы 3 күн бойы Париж өзенінде жүргенін көрсетеді. Акулалар тұщы суда өмір сүре алмайды. Демек, климаттың өзгеруі мен ластану олардың мінез құлқын өзгерткен. Мика Лилит адасып, тірі қалуға тырысып жүр деп ойлайды. Және осы түнде суға түсіп онымен байланыс орнатпақ. Оны теңізге қайтаруға көмектесу үшін. Дәл осы уақытта көпірде көлік суға түсіп кеткен. Жүргізуші із-түссіз жоғалған. Мика Софияны өзімен бірге суға түсуге шақырады. Бірақ София бұл идеяны ақымақтық деп қабылдайды да кетіп қалады. Үйде ол Лилит туралы ойлаудан тына алмай, ескі зерттеу жазбаларын қарап, Крис пен командасының видеосын көріп жылайды. Видеоның соңында Лилитті көріп, ашудан өз-өзіне келе алмайды. Ақыры трекерді ашып қарап, Миканың айтқаны рас екенін көреді. Түнде Мика мен Бен қайықпен көпірге барады. Мика суға түседі, бірақ ластықтан ештеңе көрінбейді. Көлікті тапқанда, оның үстінде көптеген тістің ізі барын байқайды. Жоғарыда Бен полицияның келе жатқанын естіп, арқанды тартады. Бірақ Мика бәрін білу үшін байланысын үзіп, зерттеуді жалғастырады. Сол сәтте ол судың түбінде үлкен бір көлеңке жылжып бара жатқанын байқайды. Бірақ жарығын түсіргенде ештеңе көрінбейді. Полиция дауыстарын естіп, қайта шығуға шешім қабылдайды. Бен қашып үлгереді, ал Миканы полиция ұстайды. Қайықта ол өзін өзенді тазалап жүргенін айтып ақталуға тырысады. Бірақ полиция оған сенбейді.
Кейін полицейлер триатлон өтетін аймақты қаңғыбастардан тазалау туралы ескертіп жүрген кезде София көпірге жетеді. Барлығы кетіп қалған. Бірақ трекер Лилиттің әлі осында екенін көрсетеді. София өзен жағасындағы бос лагерге келеді. Тек қаңғыбастардың иті ғана қалған. Ит өзенге қарап ырылдап тұр. Қараңғылықта олар көпір астындағы акуланың жүзбе қанатын байқамайды. Келесі күні полиция Миканы қайта тергейді. Ол акуланы көргенін айтады. Офицер Адоль оған сенбейді. Бірақ дәл сол сәтте басқа полицей шұғыл жағдай туралы хабар береді. Өзен жағасында София трекер арқылы Лилиттің жақындап келе жатқанын байқап, бір баланы судан алыстап кетуге ескертеді. Сол кезде полиция хабарласып, оны оқиға орнына шақырады. София Адоль мен Микаға қосылады. Олар өзеннен қаңғыбастың денесін тауыпты. Денесінде тістелген іздер бар. София жараларды көріп, бұл акуланың ісі екенін растайды. Олар бастығы Ангельге барады. Бірақ ол өзенде акула бар дегенге сенбей, алдымен нақты дәлел талап етеді. Адоль мен оның командасы нақты дәлел алу үшін суға түсуге шешім қабылдайды. Ал София оларға трекер арқылы бағыт көрсетіп бірге барады. Үш офицер суға секіріп, денесінде үлкен тістің іздері бар алып өлген балықты табады. Бұл уақытта Мика қорлықтан оларды бақылап жүр, және олардың акуланы өлтірмек екенін ойлап, Бенге хабарласып, трекер сигналын өшіріп тастауын сұрайды. Бен бұны сәтті орындайды. Содан кейін София мен полиция акуланың орнын анықтай алмай қалады. Су астында офицерлер бір нәрсенің айналасында жүзіп жүргенін көреді. Арқан керіле бастағанда Адоль мен София дереу оны тарта бастайды. Сүңгуірлерді қайыққа шығарып алу үшін. Сүңгуірлер су астында алып бір нәрсені көргендерін айтып, Адольге сонарды тексеруді ұсынады. Ол Лилиттің әлі де өзенде екенін растайды. Енді Адоль трекерді София әдейі өшірді деп ойлап, команданы қауіпке тіккені үшін оны кінәлайды. Мұның бәрінен кейін Софияның мұрнынан қан кетіп, ол қайықтан шығып кетеді. Суда жақын маңнан Миканы көріп, соңынан ереді. Олар кеңсеге барады және айтысып қалады. Мика акулалар себепсіз шабуыл жасамайды. Ал Кристің өліміне Софияның өзі кінәлі дейді. Бұл Софияны қатты ашуландырып, ол кетіп қалады. Полиция бөлімшесінде Адоль бастығы Ангельге өзен маңын толық жабу керек екенін айтады. Бірақ бұл Олимпиада триатлонын тоқтатуды қажет етеді. Ангель мердің ашуланатынынан қорқады. Адоль София туралы интернеттен іздеп, оның климаттың өзгеруі жайлы баяндамасын және күйеуі мен командасының өлімі туралы ақпаратты табады. Бұл оған соғыста жоғалтқан достарын еске түсіреді. Осы уақытта Мика әлеуметтік желіде тікелей эфирге шығып, өзендегі акула туралы айтады. Ол Лилиттің мінез құлқы климаттың өзгеруінен бұзылғанын және оны өлтіру әділетсіз екенін айтып, оны қорғауға шақырады. Бұны көрген София трекерді тексермек болады. Бірақ ол әлі де істемейді. Жұмыстан қайтып бара жатқанда Адоль оған жолығып, алғашқыда дөрекі сөйлеген үшін кешірім сұрайды және мэрмен болатын жиналысқа бірге баруды өтінеді. Мэр кеңсесінде Ангель, Адоль және София жағдайдың қаншалықты қауіпті екенін түсіндіруге тырысады. Бірақ мэр бұған дейін-ақ үлкен қаржы жұмсағандықтан беделін түсіргісі келмейді. Ол триатлонды тоқтатудан бас тартып, полицияға жарыс басталғанша акуланы жоюды бұйырады. Кейін София офицерлерге акуланы көпір маңына тарту керек екенін, сол жерде ұйықтататын дәрі беріп, оны ұстап алуға болатынын айтады. Осыдан кейін мұхит институты зерттеуді өз қолына алады. София оларға бейнежазба көрсетіп, дәрі әсер еткеннен кейін небәрі бірнеше минут ішінде акуланы теңізге жеткізбесе, тұншығып өлетінін түсіндіреді. Осы кезде Бен келіп, Лилиттің кәріз жүйесіне жақын катакомбатта жүргенін хабарлайды. Сондай-ақ ол бұл жерге Микаға айтпай келгенін мойындайды. Мика акуланы сонар арқылы басқаруға болады деп сенген. Бен Софияның компьютерінде трекерді қайта іске қосып, өзен мен катакомбадағы байланыстыратын ескі туннелді көрсетеді. София мен полиция қайықпен сол туннелге жетіп, ары қарай жаяу жүруге мәжбүр болады. Өйткені жол тым тар. Активистер ол жерде әлде қашан болып қойған. Ал Бен Миканы суға түспеуге көндірмек болады. Бірақ сәтсіз. Мика полиция келгенге дейін суға секіріп кетеді. Ол сонарды қосып, акуланы табуға тырысады. Полиция адамдарды шығарып жібермек болғанда, Мика қарсыласып, ешқайда кетпейміз дейді. Дәл сол сәтте судан үлкен жүзбе қанат пайда болып, Миканы айнала жүзе бастайды. Бәрінің таңданысына екінші жүзбеде пайда болады. Демек, Лилит бала тапқан. Кішкентай акула Микаға жақындағанда,
ол оны ит сияқты сипайды. Софияның жақындама деген ескертуін елемей. Кенет жүзбелер көзден ғайып болады. София олардың шабуылға дайындалып жатқанын түсінеді. Бірақ Мика әлі де қозғалмайды. Адоль суға секіріп, Миканы тартып шығармақ болады. Бірақ Мика оның қолын тістеп, қайта жүзіп кетеді. Сол сәтте Лилит су бетін жарып шығып, Миканы бірақ жұтады. Акуланың орасан денесі үлкен толқын туғызып, көп адамды суға құлатады. Софияның көзінше Лилит өз баласында тістеп өлтіреді. Бәлкім, адамдардың иісін сезгеннен. Адоль басқа офицердің көмегімен судан шығып, адамдарды туннелден шығуға бағыттайды. Бірақ адамдар үрейден тайып, бір-бірін итеріп суға құлап жатады. Лилит қолы жеткеннің бәрін өлтіреді. Бен де кездейсоқ суға түсіп кетеді. Адоль оны құтқармақ болғанымен, қашып жатқан біреу оны итеріп жібереді. Сөйтіп Бен де өледі. Құтқарылған кейбір белсенділердің қол аяғы жоқ. Ал ашуға булыққан Адоль акуланы атады. Бірақ барлық оғынан мүлт кетеді. Бір офицер адамдарға көмектесуге еңкейгенде, үрейленген топ оны суға тартып әкетеді. Серіктестері оны құтқармақ болады. Бірақ Лилит бәрінен күштірек болып шығады. Туннелдегі адамдар бірінің үстіне бірі шығып, кейбірі тұншығып өледі. Көп ұзамай дәрігерлер мен медбикелер ауруханада жаралылардың көптігінен үлгере алмай жатады. София болған оқиға үшін өзін кінәлайды. Бірақ Адоль оның қолдан келгенін істегенін айтады. Өзеннен өлген акуланың денесін алып шығып, София зертханаға жеткізеді. Ол акуланың тұшы суға бейімделген мутациялары барын байқайды. Сондай-ақ бұл акула ұрғашы екенін, және асқазанын ашқанда ішінде тағы бірнеше ұрық барын көреді. Бұл таңғаларлық, себебі ол небәрі 1 айлық қана еді. София мутациялар Лилит пен оның ұрпақтарына аталықсыз көбею арқылы көбеюге мүмкіндік беріп жатқанын түсінеді. Демек, Лилит жаңа түрдің бастамасы, ал егер оны тоқтатпаса, осындай акулалар көбейе береді. Келесі жиналыста мэр 12 адамның қазасы үшін наразылығын білдіреді. Әскер өкілі бұл туралы бұрын ескертілгенін айтады. Бірақ мэр маған бәрін толық айтпадыңдар деп ақталады. София одан шындықты бақ алдында айтумен жарысты тоқтатуды сұрайды. Бірақ мэр оны кабинеттен қуып шығады және барлығына бұл жайлы тіс жармауды айтады. Кешке мэр теледидарда сөйлеп, өзендегі акулалар туралы әңгімелер өтірік, триатлон жоспар бойынша өтеді деп мәлімдейді. Барда София мен Адоль болып жатқан жағдайға қатты ашулы. София одан неге әскерден кеткенін сұрайды. Адоль құтқару операциясы кезінде қорқып, өз командасын тастап кеткенін мойындайды. Сол себепті енді ол батыр не қаһарман атанғысы келмейді. Тек өз қателігін түзеткісі келеді. Бұл миссия ресми тіркелмейді. Бірақ кейбір офицерлер көмектесуге келіседі. Екі жарылыс маманының көмегімен олар катакомбадағы акулалардың ұясын тауып, жарып жібермек. Уақыт аз. Жарылғыш іске қосылғаннан кейін небәрі 3 минут ішінде үлгеріп, судан шығып кетуі керек. Көп ұзамай өзен маңына триатлон жарысына келген туристер жиналады. Бірнеше сарбаз өзенді бақылап жүреді. Екі офицер катакомбаға жақындау үшін қайықпен жүзіп өтпек болады. Бірақ сарбаздар өзен аймағы жабылғандықтан оларға рұқсат бермейді. Ангел мэрдің қауіпсіздік тобының мүшесі болғандықтан сарбаздарға олардың да операция тобына кіретінін айтып өткізіп жібертеді. Осы уақытта Адоль мен София суға түсіп ұяны іздейді. Шырақ жағып қалғанда олар өздерінің үстінде ондаған кішкентай акулаларды көреді. Біреуі оларға қарай жүзіп келеді, бірақ олар қашып үлгереді. Жоғарыда мэр жарысты ресми бастайды. Жүзушілер суға секіреді. Ал төменде жарылыс мамандары бомбаны орнатып жатқанда, София Лилитті тарту үшін сонар қояды. Бірақ ол көрінбейді. Кенеттен кішкентай акулалар мамандардың біріне шабуыл жасап, бірнеше секундта өлтіріп тастайды. Оның қолындағы детонатор суға түсіп кетеді. София бәріне бір орында болыңдар, қозғалмаңдар деп айқайлайды. Бірақ екінші маман батырманы алып келмек болып жүзіп кетеді. Сол сәтте акулалар оны қоршап алып, тірідей жеп қояды. Ол батырманы басып үлгереді. Енді олардың тек 3 минуты ғана бар. София Адольді жетектеп қозғалтқышты қосады. Олар бар күштерімен жүзіп кетеді. Арттарында үлкен жарылыс болып, барлық бала акулалар өледі. Қайықтағы офицерлер судың жарылғанын көріп, сол жаққа бет алады. София мен жараланған Адоль судан шыққанда бәрі жеңілдеп қалады. Офицерлер Адольға көмек көрсетіп жатқанда, София қайтадан суға түседі. Бірақ кенеттен тірі қалған Лилитті көреді. Ол дереу бетке жүзіп, бәріне ескерту жасайды. Сол сәтте Лилит қайыққа соғылып, оны ауаға ұшырып жібереді.
Барлық офицер суға түсіп кетеді, ал Лилит олардың бәрін біртіндеп жеп тастайды. Тек Адоль мен София аман қалып, аударылған қайықтың үстіне шығып үлгереді. Бірақ бұл бастамасы ғана еді. Лилит енді триатлондағы жүзушілерге қарай бет алады. Ол адамдарға шабуыл жасап, өзенді қанға бояйды. Бәрі бейқам жүзіп келе жатқанда, Лилит судан шығып, аузында жүзушіні қысып тұрған сәтте ғана көрермендер айқайлап, дүрбелең басталады. Жүзушілер жан ұшыра қашады. Әскерлік қайықтар оқ жаудырады. Бірақ мутацияға ұшыраған Лилит оқтардың бәрінен жалтарып кетеді. Ангел мен Адоль сарбаздарға атпаңдар, өзенде екінші дүниежүзілік соғыстан қалған жарылғыштар бар деп айқайлайды. Бірақ ешкім тыңдамайды. Көпшілік қаша жөнеледі. Ал сарбаздар көпірге шығып, атысты жалғастыра береді. Ақыры олардың бір оғы су түбіндегі бомбаның қабығына тиеді. Алғашқы жарылыс кішкентай болғанымен, ол тізбекті реакция туғызып, өзендегі барлық ескі бомбаларды жарып жібереді. Орасан жарылыс екі көпірді құлатады. Көшедегі кәріз қақпақтары ұшып кетеді. Қашып бара жатқан адамдар бірін-бірі итеріп, кейбірі суға құлайды. Бұл жарылыстың салдарынан алып толқын пайда болып, өзен тасиды да қалаға лап қояды. Көптеген адамдар, соның ішінде мэр де өзенге түсіп, қайта көрінбейді. София Адольді құтқару үшін жүзіп барып, оны жартылай суға батқан ғимараттың төбесіне шығарады. Олар айналасына қарағанда, өздерін акулалар қоршап алғанын көреді. Өзеннің басқа су арналарына қосылғанының арқасында, Лилит пен оның ұрпақтары бүкіл әлемге таралып, ірі қалалардың бәрінде адамдарға шабуыл жасай бастайды. Фильм осымен аяқталды. Бейнені көргеніңізге рахмет. Осындай қызықты хикаяларды көру үшін арнаға жазылып, хабарландыруды қосуды ұмытпаңыз.